Сәлем, бұл менің туған өлкем Бабат ауылы. Мен бұл ауылдың тарихымен, көркем мінезі тұрғындарымен мақтанамын. Ауылымның көз тартар таулары, өзен көлдері және әсем табиғаты бар. Бабата Қаратаудың баурайында орналасқан көне қаланың орнын басқан ауыл. Теріскейден теуіп тұрып орын алған менің ауылым өте керемет. Ендеше біз мақтанатын тарихымызға көз жүгіртсек. Дерек көздерге сенсек, 6-8 ғасырда бұл ауылдың орнында бала жатаумен қала болған. Сол заманда ислам дінін тарату мақсатында діни соғыстар болып жатты. Құтайба бастаған араб әскерлерімен бірге Ысқақ баб, Әбдірахман баб, Әбджәлил баб бауырлармен бірге оңтүстік өңіріне дейін келген. Ысқақ бабамыздың бауыры Әбджәлил баб Балач қаласына келіп тұрақтайды. Әбджәлил ислам дінін басқыншылықпен таратып жүрген кезінде намаз үстінде қастандықпен өлтіріледі. Ысқақ баб бұл жағдайды естіп Балач қаласына келіп, бауырының осы жердің жергілікті бүлікші батыры Өтемістің адамдардың қолынан қаза тапқанын біліп, Өтеміске іздеу салады. Өтеміс батырды түрлі айлалармен қолға түсіргеннен кейін Ысқақ баб батырға дінін ауыстыруға талап қояды. Келіспегеннен соң шарасыз Ысқақ баб өлімге қияды. Осындай түрлі жағдайлардан кейін ислам дінін басқыншылықпен таратудың дұрыс емес екенін түсінеді. Осылайша Ысқақ баб қалаға медресе салдырып, шәкірт тәрбиелеп, ислам дінін таратуға көшеді. Уақыттар өте келе Ысқақ баб өмірден өтіп, мүрдесі осында жерленеді. Оның қабірінің құлаған көне мазарының орнына 19 ғасырда жаңа кесене салынған. Бұл тарих Балач қаласында көрініс тапқан. Жазба деректерде Балач жайлы деректер өте аз, себебі ежелгі қала үлкен сауда жолынан тысқары болған. Сауда жолы Құмкен, Созақ, Саудакент қалалар арқылы өтіп, Дешті Қыпшаққа бағытталған. 6-8 ғасырларда 2 қабатты сарай салынған. Қаланың айналасын тереңдігі 4 метрлік ор қоршап жатқан. Алғашқы салынған сарай 8 ғасырда құлай бастады. Ол жерде ешкім тұрмаған соң жел бөлмелерге құммен сары топырақ толтырып тастаған. Нәтижесінде күмбездер біртіндеп құлай бастаған. Бұл сарайға соңғы рет 9 ғасырда және 11-12 ғасырларда жөндеу жұмыстар жүргізілген. Міне, менің ауылымның тарихы осындай. Бұл тарихтан кейін көптеген жылдар, ғасырлар өтіп, 1950 жылдан бастап халық қоныстана бастаған. Халық санағының көбеюіне байланысты 2011 жылы жаңа мектеп салынған. Қазір бұл ауылда 1000-нан астам тұрғын, 160-тан астам үй бар. Ауылда балалар ойын саябағы, балабақша, мәдениет үйі, спорт комплекс бой көтерген. Барлық көшелерінде жарықтандыру жұмыстары жүргізілген. Мен осындай тарихы тереңге жайылған ауылыммен мақтанамын.